кітап оқудың өміріңіздегі негізгі 3 абзалдығы туралы айтып өтетін боламын. Білесіздер, қазіргі таңда кітап оқу көп адам үшін өте қиын мәселе. Бірақ та сол кітапты оқып бастаған адам өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Егер де сол кітапта жазылған барлық кеңестерді өмірде, яғни практикада бұлжытпай орындайтын болса. Олай болса тыңдауға дайынсыздар ма? Алдымен осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі болашақта алдында сіздерді керемет контенттер күтуде. Олай болса бастадық. Бірінші абзалдық бұл әрине жеке пікіріне ие болу. Адам өз жеке пікіріне ие болмаса, ол әрқашанда пікірді айналадан іздей бастайды. Шешімді айналадан іздей бастайды. Кім маған көмектеседі екен? Кімнің маған деген пікірі, ойы бар екен деген сияқты. Егер де сіз өзіңіздің жеке пікіріңізге ие болсаңыз, өзіңіз жеке шешім қабылдай алсаңыз, сіз ешкімнен сұрамайсыз, ешкімге тәуелді болмайсыз. Өз жұмысыңызды өзіңіз атқарып кете бересіз. Ал кітап оқып бастаған адам жеке пікіріне ие болады, жеке шешім қабылдай алатын болады. Екінші абзалдығы бұл әрине өзіне деген сенімділік. Яғни өзіңізге деген сенімділік болмаса, ешқандай тірлікті, ешқандай жұмысты бастай алмайсыз. Сізде әрқашанда алдыңызда қорқыныш тұрады. Сондықтан өзіңізге сенімділікті арттырам десеңіз, міндетті түрде кітап оқып бастаңыз. Ал үшінші абзалдығы бұл әрине мақсат қоя алу. Енді өзіңіз ойлаңыз. Жеке пікіріңіз бар, жеке шешім қабылдай аласыз, и өзіңізге деген сенімділігіңіз мықты. Демек сіз алдыңызға үлкен мақсаттар қоя аласыз. Мақсат қою деген бір нәрсені ойлай салып, соны істей салайыншы деген нәрсе емес. Нақты адамда мақсат болу керек. Вот кітап оқыған адам алдына мақсат қоюға қорықпайды. Себебі өзіңіздің жеке пікіріңіз бар, өзіңізге деген сенімділігіңіз бар. Ойланбай мақсат қоясыз, и сол мақсатқа қарай жетесіз. Егер де осы үш нәрсені өмірде өзіңізге, ішіңізге, яғни ойыңызға, өзіңіздің өміріңізге пайдалы қылғыңыз келсе, міндетті түрде кітап оқып бастаңыздар. Енді қандай кітаптар оқу керек деген сұрақтарыңыз болып жатса, келесі видеоларда қай кітапты оқысаңыздар, осы қасиеттерді өздеріңізде дамытуға болатындығы туралы айтатын боламын. Егер видео сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, міндетті түрде достарыңызға, таныстарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар.